Сәлем достар, барлықтарыңызға. Бүгін кешкі асқа пельмени дайындадым. Рецепті көру үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басамыз. Ең алдымен біз қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге жылы су, тұз, майонез, ұн қажет болады және жұмыртқа. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды бірнеше осылай қолымызбен ысып, жақсылап тұрып илейміз қамырымызды. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа кемінде 40 минутқа қойып қоямыз, иі қанғанша. Оған дейін біз пельменидің салмасын дайындаймыз. Бізге керегі тартылған сиыр еті, осындай пияз 2 дана. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кішкене ғана күнбағыс майын қосып жіберсеңіздер болады. Пиязды өте ұсақтап турайсыздар осылай. Болмаса блендердің көмегімен ұсақтасаңыздар болады. Ірі болған пияз пельменидің ішінде піспей қалуы мүмкін. Енді мен дайындап қойған осындай тартылған етімді саламын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кішкене ғана күнбағыс майын қостым, 1 ас қасықтай. Осылардың барлығын жақсылап араластырамын. Біздің салмамыз дайын болды. Иі қанған қамырымызды шығарамыз тоңазытқыштан. 2 бөлікке бөлеміз осылай. Енді осындай 1 бөлігін қолымызбен ұзынша етіп жаямыз. Тағы да 4 бөлікке бөлеміз. Осылай видеодағыдай етіп жасайсыздар. Содан кейін кішкене арасын 1 сантиметрдей етіп, осылай кесіп шығамыз. Енді домалақтаймыз. Арасына ұнды сеуіп жіберіңіздер, жабысып қалмас үшін. Енді әр қамырды осылай дөңгелектеп етіп жайып шығамыз, домалақ қылып. Арасына осылай салмамызды салып, пельмениларымызды дайындап шығамыз. Салманы көп салмаңыздар. Көп салсаңыздар, қамырларыңыз тесіліп қалуы мүмкін. Сол себептен орташа салсаңыздар болады. Мен пельмениді көп дайындаймын. Себебі уақыт тығыз кезде, кез келген уақытта мұздатқыштан алып, дайындай берсеңіздер болады. Өте дәмді тағамдардың бірі. Сорпамен ішсеңіздер болады, болмаса сорпасыз қаймақ қосып та жесеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай. Уақыт тығыз кезде осындай кез келген уақытта алып, пісіріп жей берсеңіздер, сондай кезде өте ыңғайлы тағамдардың бірі. Уақыттарыңызды көп алмайды. Мен қамырын қалың қылмаймын, осылай видеодағыдай етіп жасаймын. Біздің пельмениларымыз дайын болды достар. Дайын болған пельмениді осылай целлофанға салып қоямыз. Мұздатқышта көп тұрмауы қажет, жарты сағат қана тұрса жеткілікті. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Келесі видеода кездескенше.